Зеленский. Ресейде соғысты сезіну керек дейді. Зеленский Украина қарулы күштерінің бас қолбасшысы Александр Сирскийден операцияның жемісті нәтиже бергені туралы жақсы хабарлама алғанын айтты. Украина президенті Владимир Зеленский мырза Ресейдің Курск аймағындағы қақтығыстарға сілтеме жасай отырып, Ресейде соғысты сезіну керек деп айтты. Зеленский, мен Украинаның позицияларын қорғаған және қорғаныс мақсаттарымызға қол жеткізген әрбір жауынгерге және қолбасшыға алғыс айтамын. Украиндықтар өз мақсаттарына қалай жетуге болатынын біледі. Біз соғыс мақсаттарына жетуді таңдаған жоқпыз. Соғысты жерімізге келген Ресей не істеген өздері де сезіну керек деді. Зеленский сонымен қатар кеше Курск қаласында болған қақтығыстар туралы түсініктеме бере отырып, өзінің кеңесшісі Михаил Подоляктың соғыстың әдеттегі өмірлік форматтарды бұзады деген мәлімдемесіне сілтеме жасап, соғыс қалайда соғыс, соғыстың өз ережелері бар деді. Украина қарулы күштері 6 тамызда Ресейдің Курск облысына басып кірді. Ресей президенті Владимир Путин операцияны жан-жақты араңдатушылық деп сипаттапты.